Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadırlı cemaat, Allah Teala niyetlerinizi kabul etsin. İstelingen hayır ihsanlar inşallah kayıtsız bolgan tuğan dostlarına barsın. Allah Teala sonu bizge nasip etsin. Bugünkü taqırımızın negizi bir suraqqa baylanışlı болады. Birinci suraqta okuyumuz. Sol suraqqa cevap беруге және de бұл нәрсенің барлығымыздың өмірімізде күнделікті түрде болып жатқанына мен кепілмін деп айтсам да бола береді. Сұрақ былай. Басқа келген қиыншылықтарға обезболивающий дейді ғой. Сондай дәрісе болады ма дейді. Біріншісі. Екіншісі, бұндай қиыншылықтарда керек отбасыда болсын, керек бір қоғамда болсын, керек жеке өзіміздің бір руханиятымызда болсын. Қандай да бір қиыншылықпен кездесіп қалғанда біз не істеуіміз керек дейді. Бұл қиыншылықтың бізге пайдалы ма, зиянды ма екенін біз қалай білеміз дейді. Біз бұны айтудан бірінші өзіміздің момын екенімізді біліп алуымыз керек. Неге? Бұл жерде айтылайын деп жатқан уағыз иман еткен адамдардың иман еткеннен кейінгі істейтін жұмыстары. Бірінші иман болу керек. Бұған біздің бір мысалымыз бар иншалла. Али радиаллаху анхуды барлығымыз танимыз. Кім еді? Пайғамбардың немеренесі, саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбардың күйеу баласы. Мұсылмандардың 4-ші халифасы. Бұл кісінің әкесі бар, Абу Талиб деген. Абу Талиб Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жетім кезінде алып, өзі бағып қаққаннан кейін, пайғамбарымыз ер жетіп, жұмыс істегеннен кейін өзін кішкене қарыздар деп ойлады Абу Талибке. Соның үшін 4-5 жасындағы Али радиаллаху анхуды өзінің жанын алды, тәрбиелеу үшін, бағу үшін, өзінің мойнында қарызды өтеу үшін. Арадан 3 жыл өткен уақытта Али радиаллаху анху 8-9 жасына келіп қалған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уахи түскен еді. Енді бірінші уақытта. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлі ислам дінін жарияламаған ең бірінші сенген адам, және де әйелдерден бірінші сенген адам бұл Хадиша анамыз еді. Хадиша анамызға өздерінің үйінде, жатын бөлмесінде Аллах Тағалаға қалай ғибадат етуді үйретіп отырған еді. Намаз оқуды. Біздің білетініміз, бірақ көп орындамайтын амалымыз. 5 уақыт намаз. Осыны қалай істеу керектігін Хадиша анамызға үйретіп жатқанда, мынандай кішігірім есік ашылып тұрған екен. Али радиаллаху анху бала. Балада не болады? Қызығушылық. Қандай сұрақ болады? Неге, не үшін, не істеп жатсыңдар деген. Сонда кіріп, ей Мұхаммед дейді, ей көке, сен не үйретіп жатырсың Хадишаға, жеңгеме? Сонда айтады, ей Али, сен саған пайдасы және зияны болмаған пұтқа табынуды тоқтат, және де хақтың болған ислам дініне кір. Ол біздің Раббымыз. Ол барлық нәрсені жаратты. Бізді де жаратты деп айтады. Сонда Али радиаллаху анху сұраққа, мына жауапқа, бұлай жауап береді сұраққа. Ей Мұхаммед, мен бұл дінге өту үшін әкемнен сұрап келсем болады ма дейді. Бізде кейбір уақытта болады. Тамыр, жақын, бауырым, досым, егер сен барсаң, мен де барам сабаққа. Бар ма жоқ па ондай әңгіме? Бар. Сен барсаң, мен де барам. Сен оқысаң, мен де оқимын. Міне, қалай болады деген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырды. Ей Али, сенсең сен, сенбесең, сенбей-ақ қой деді. Неге? Әліден жарияланбаған. Али радиаллаху анху осы оқиға кешке жақын болды. Түннен таң атқанша ойланып шықты. Сенейін ба, сенбеймін ба? Әкемнен сұрауым керек па, сұрамауым керек па? Сонда таң атты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құзырына 8 жасындағы Али келді. Бала кеп тұр. Бір баладан күтілмейтін бір жауап келеді қазір. Қандай жауап? Ей көке Мұхаммед, Аллах Тағала мені жарататын кезде әкемнен сұрады ма? Сұраған жоқ. Олай болса мен де біреуге, яғни Аллах Тағалаға иман ететін болсам, дінімді ауыстыратын болсам, әкемнен сұрамайым деді. Ла илаха иллаллах Мұхаммаdur Расулуллах деді. Міне иман. Бұл 8 жасар баланың иманы. Біз қазір жүрміз, жаспыз деп. Не мәлім, мешіттен аман есен шыға аламыз ба? Аллах Тағала өмірімізді ұзақ қылсын.
Соңғы деміміздің момындарға сай болуы нәсіп етсін иншалла. Бірақ бұл иман әлсіреп кетеді. Алдымызға келген қиыншылықтарға біз сабыр қыла алмай қаламыз. Төтет бере алмай қаламыз. Сол уақытта не істеуіміз керек? Сол уақытта не істеуіміз керек? Сұраққа жауап берейік иншалла. Кейбір уақытта газет журналдар оқимыз, дұрыс қой. Газет журналда аш адамдардың суреттері болады. Мемлекеттерін айтпай қойып. Терісінен сүйектері көрініп тұрған адамдар болады. Көрсеңіз қорқып кетесіз. Бұл адамдарға біз не дейміз? Бұл адамдар аш адамдар дейміз. Бұл аш адамдарға сіз бенен біз бір кесе тамақ берсек, қарындар тояды ма? Тояды. Аштығы кеткен болады ма? Кеткен болады. Тағы бір аш адамдар бар. Бірақ оларды сіз суретке түсіргенде көре алмайсыз. Олар қандай адамдар? Ол адамдардың руханияты, яғни нәпсі аш. Жұмыстары күнделікті ойын сауық, уақыт өткізу, шарап, құмар, харам нәрсемен жүру. Бұл адамдар қандай адамдар? Бұлар өздері ауру, бірақ біз оған емдеуге көмектесеміз десек, дәріні қабылдамайтын адамдар ол есептелінеді. Қараңыздар, екі түрлі аш бар екен. Табиғи аштық және де руханияттың аштығы. Табиғи аш болсақ, оның жарасы жеңіл екен, бір кесе тамақ. Руханиятымыз аш болсашы. Біз кейбір уақытта нәпстің қанғанын жүректің тыныштығы деп ойлап қоямыз. Қалай сонда? Айлығымыз түссе, жұмысымыз кішкене жүрсе, жүрегіміз тыныш қалып дейміз. Бірақ бұл нәрсе біздің нәпсіміз болып келеді. Бұл нәрсе нәпсіміз болып келеді. Неге? Нәпсті танудың жолы бар ма? Бар. Нәпс сараңдықты жақсы көреді, жомарттықты жаман көреді. Жүрек жомарттықты жақсы көреді, сараңдықты жаман көреді. Нәпс пен жүректі мен бұдан да бөлемадым деген уақытта біз не қыламыз? Екі оқушыны мысал қыламыз. Екеуі де оқушы, яғни екеуі де адам баласының табиғатында бар нәрсе. Бір оқушы жалқау, бұл нәпс. Бір оқушы жақсы оқиды, үздік. Бұғанда біз не дейміз? Жүрек дейміз. Біз жүрегіміздің орнына қаншалықты нәпсімізбен әрекет ететін болсақ, бізге келетін қиыншылықтарға сонша төтет бере алмай қалады екенбіз. Ғұламалар айтады екен, неге біз алдымызға келген қиыншылықтарға сабыр ете алмаймыз деген уақытта, біз қазір етуіміз керек болған сабырды не өткен уақыттарда, өткен жұмыстарға сабыр етеміз, не болашақта мынандай болып қалса сабыр етеміз дейді. Бақара сүресінің 153 аятында «Инналлаха мa'ас-сабирин» дейді. Аллах тағала сабыр еткендермен бірге. Сұрақ сұралады. Сабыр етуге, яғни сабыр етудің мерзімі не? Сабыр етудің мерзімі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырады. Ашу келген уақыттағы алғашқы уақытта істеген нәрсе бұл сабыр екен. Бізде кейбір уақыт болады. Бір жерге очередьқа барамыз, бір жерде жұмыс істейміз, ашуланып кетіп, аузымыздан жаман нәрсе шығып қояды. Не ұрып кетеміз? 5-10 минуттан кейін осы істеген нәрсемізге өкініп тұрамыз. Бұл сабыр емес. Бұл жердегі істеген нәрсеміз сабыр емес. Сабыр деген уақытта ашу шықты ма, сол ашу шыққанда ауыздан артық әңгіме шықпау керек. Пендеге де қарсы, Құдайға да қарсы артық әңгіме шықпау керек екен. Сол уақытта сабыр болады екен. Сабыр жәннаттың кілті деген бар. Сабыр жәннаттағы қазыналардың бірі деп айтылады. Бұл сабыр. Біз сабыр деген мәселеде бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды, екінші сахабаларды аламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, білесіздер, 13 жыл Меккеде дінді уағыздады. 13 жыл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінді уағыздағанда 550 менен 600 адамның арасында иман еткен болған екен. Бірақ солардың ішінде қиыншылық көрмегені, туысқандарынан таяқ жемегені, түрмеге лақтырылмағаны жоқ екен. Бәрі істелінген. Бәрі сол азапты көрген. Бірақ ешбірі діннен алыстамаған. Жұмыс пенен отбасы мұсылман адамда маңызды, бірақ діннің алдына өтіп кетпеу керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қиыншылықтарының бірін былай айтады. Кім айтады бұны? Тариқ бин Абдуллах Әл-Мухариби былай айтады. Күндердің бірінде, білесіздер, жахилия дәуірінде өлең жазу қатты дамыған еді. Өлең қойылатын қағаздардың жанына панайыр деп айтылатын еді. Сол жерде бір кісі жүр екен.
La ilaha illallah деңдер, құтылыңдар деп айтып жүр екен. Сұрайды ғой, мына адам кім дейді мына кісі? Әлі мұсылман болмаған. Тарих бен Абдулла. Мына кім айтып жүргенсе, бұл Абдулмутталибтің ұлының ұлы дейді. Есімі Мұхаммад. Сонда оның арқасынан біреу жүр екен, қолында тасымен. Бұған сенбеңдер, бұл өтірікші деп тас лақтырды, 2-3 рет. Тиген жерлерден қан шығып, аяқ киіміне де қан түскен екен. Сонда сұрапты, мынаның арқасынан жүрген кім деп адамдардан сұраса, ол Абдулмутталибтің баласы Абу Лахаб депті. Бізде де болады қадірлі жамағат. Қандай? Намаз бастаймыз, туған туысқанымыз келеді. Шариғатқа сай өмір сүрейік дейміз, туған туысқанымыз бізден бет бұрады. Енді біз туған туысқандарымыз бізден бет бұрып жатыр екен деп, Аллах тағаланың разылығын алудан ұзақ болуымыз керек пе екен? Немесе Аллах тағаланың разылығы үшін істеп жатқан жұмысымызды жақсылық толығымен істеуіміз керек пе екен? Тұрақты түрде істеуіміз керек екен. Неге? Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басына тас келгенде, туысқандары қарсы шыққанда, ислам дінін сол жерде қойып кеткен еді, астағфирулла, бізге ислам діні келмейтін еді, біздің де қияметіміз, ақыретіміз тозақ болады. Неге? Хақ дінімізге жетіп келмеген үшін. Бізде бір дінсіз болатын едік, Алла сақтасын. Қараңыз. Туысқандық мәселесі, туысқандардың кейбіреулердің фитнесі, бұл пайғамбарда болған екен, пайғамбарда болған болса бізде смело болады. Қайталана береді. Бірақ бізде не қылады екен? Пайғамбар не қылды? Тас атқанға тас атты ма? Ұрғанға ұрды ма? Айғайлағанға айғайлады ма? Жоқ. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сабыры соншалықты, Абу Суфиян пайғамбарымызды қинады, Мекке алынды. Хижреттің 8-ші жылы. Абу Суфиян келді, иман етті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда оны өзінің жанына қосып алды. Сен пәлен күні маған мынанда істегенің демеді. Ол уақытқа сабыр қылды, Аллах тағалаға тастап қойды, жақсы күнінде келген еді, бірге болды. Міне бұл мұсылманның бір әрекеті. Және бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның басынан өткен бір оқиға бар. Мудрик әл-Азди деген кісі бұлай түсіндіреді. Білесіздер, ислам діні келмей тұрып та, Меккеде басқа дін өкілдері, мүшриктер, мәжүсилер, христиандар, яһудилер қажылыққа келіп кететін еді. Әл-Азди деген кісі де қажылыққа әкесімен келіпті. Мина деген жерде қараса, 5-6 адам, яғни қауым, бір адамның басында тұр екен. Ол адам бұлай бақырып жатыр екен. Ла илаха иллаллах деңдер, құтылыңдар. Бұны естіген жанындағы адамдар, кейбіреулері түкіріп жатыр екен, кейбіреулері бетіне топырақ сашып жатыр екен, кейбіреулері тасатып басынан ұрып кетіп жатыр екен. Сонда сұрапты, ей әкешім, мынау тұрған кім десе, бұл тұрғандар өзінің дінінен шығып, хақ пайғамбармын деген адамның туысқандары, оған лағнет айтып жатыр дейді. Сөйтіп қарап тұрса, бір кішкене қыз, қолында кішкене суы бар ыдыста, бір қолында шашығы бар сүлгісі, жүгіріп барып, жылап тұрып, әкесінің, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолына бүйтіп су құйып, беттерін сүріп жылап жатыр екен. Жағасы да кішкене бүйтіп ашылып қапты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам керемет бір насихатын айтады. Ей қызым, сен қорықпағын. Бұндай қиыншылықтар келді деп, мүшриктердің ойынына алданып қалмағын. Жағаңды жауып, орамалыңды тағып алған. Біз бұл жерден нені түсінеміз? Демек ки, қиыншылық деген нәрсе әрдайым мұсылманның басына келетін бір оқиға. Біздің басымызға қиыншылық келгенде, біз Аллах тағаладан ұзақтамауымыз керек екен. Қиыншылық келген сайын Аллах тағалаға жақын болуымыз керек екен. Сол уақытта біздің жұмысымыз жеңіл болады екен. Не үшін? Аятқа сүйене отырып айтып жатырмыз. Сабыр еткендермен Аллах тағала бірге болады. Аллах тағаланың басқа аяты жоқ. Арақ ішкенмен бірге деген. Сабыр еткенмен бірге дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең күшті адам кім деген уақытта не деді? Біреуді күрестен жыққан адам емес, ашуланған уақытында ашуын білдірмей, сол мезетте сабыр еткен адам деді. Біз ашуландық, не істеуіміз керек? Не істеуіміз керек? Егер орнымыздан тұрып тұрған болсақ, отыруымыз керек. Отырғым көмектеспеді ма? Жатып алуымыз керек. Бұл да көмектеспеді ма? Дәрет алуымыз керек екен.
Неге дәрет алуымыз керек деген уақытта сөйлемей. Шайтан оттан жаратылған дейді. Ал отты су өшіреді дейді. Қараңыздар. Ашу келді, Аллах тағаланың құзырындамыз. Бір оқиғаны айтып берейік. Әкесі үйге келсе, кіші баласын, үлкен баласы ұрып, ойыншығын алып қойған. Бала жылап отыр. Әкешім, менің ойыншығымды ағам алып қойды. Әкесі де жұмыстан шаршап келген, білесіздер, жұмыстан шаршап келгенде бір балаға бір нәрсе істеп қойса, ашу битіп кетеді. Ашуланып кетсе, баласы қашыпты залға. Жүгіріп кіріпті да Аллаху әкбар деп намазға тұрыпты. Ішке кіріп қалса бала намазда. Ашуланып тұрған әке күл жіберіпті. Ана көріністі көріп. Сонда айтыпты. Ей балам, дәреттің жоқ екенін екеуміз де білеміз. Қыбланың да қате екенін екеуміз де білеміз. Бірақ сен менен қашып Аллахқа жалбарынғаның үшін мен де сені кешірдім деген екен. Қараңыз, қараңыз. Аллах тағаланың алдына жүгіріп бар, ұрпақ. Қара, екеуі де біледі. Қыбла қате, дәрет жоқ. Бірақ Аллах тағалаға сыйынып тұр. Біздің де иманымыз сол. Али радиаллаху анхудың иман еткенін айтқанымыз да сол. Біздің иманымыз сол. Али радиаллаху анхудың 8 жасындағы да иман болсын. Бізден бақытты адам болмайды. Бізден де біреуге зиян келмейді. Үшінші бір оқиғамызды айтайық. Хаббаб бин Арат деген сахаба-и кирам болды. Бұл сахабаны сіздер жақсы танисыздар, бірақ айтылмаған. Кім? Омар радиаллаху анху шығады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтіруге. Мақсат 100 қызыл түйені алу. Жолда баратса не болады? Ол кісіні бұр жібереді. Сен бірінші қарындасың Фатимамен күйеу балаңды діннен шығарып ал. Олар мұсылман болған дейді. Ішке кірсе Хаббат бин Арат Таха сүресін оқытқан болады. Тығылып қалады. Тығылып қалады. Омар келген. Омар радиаллаху анху ұзын бойлы, ірі денелі, соғысты білетін, руында сөз өтетін, және де Құрайыштардың елшісі. Қалай қорқпайсыз? Тығылады. Қарындасын майып қалады. Күйеу баласын майып қалады. Жа ұстаз шығарып алады. Құранды бер дейді. Жоқ, бермейміз, сен жыртасың. Бер, жыртасың. Жыртпаймын деп қарындасы айтады. Сен бұл Құранда жыртсаң да, жыртпасаң да, бізді ұрсаң да, ұрмасаң да, бізге қарсы келсең де, келмесең де, біз Аллахтың хақ діні, ислам дінінен шықпаймыз дейді. Сонда не оқыдыңдар дегенде, Хаббат бин Арат Таха сүресін әдемілеп оқып береді. Омар радиаллаху анхудың жүрегі елжіреп кетеді. Баратта ислам дінін қабылдайды. Дарул Арқамға барып. Осы кісі айтады, осы кісі. Күндердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Кабаның астында кішкене жастық қылған бір матаның жанында жатқанын көрдім. Алланың елшісінің жанына барып, ей Алланың елшісі, сен біздің жақсылығымызға дуа қылмай, біздің қиыншылықтарымызға дуа қылмай не істеп отырсың деп сұрадым дейді. Қызық. Меккеде қиыншылық күнде. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деді. Сендерден бұрындарда, яғни бұрынғы пайғамбарлардың үмметтерін айтып жатыр. Сендерден бұрындарда алдын ала көмілген шұңқырларға үмметтерді көмген, оларды қинаған, олар діннен шықпаған. Басқа бір үмметті темір тарақпен шаштары мен терілерін тараған дейді. Олар діннен шықпаған. Сендерді асықпаңдар, сабыр етіңдер. Аллах тағала бұл дінді тәмамдайды дейді. Соңына келтіреді дейді. Міне. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзіне келген, яғни асхабы ақыл үйреткенге қарсы шықты ма? Жоқ. Сабыр менен, әдемі әдеппенен, дұрыс сөзбенен жауап берді. Пайғамбар кім еді? Сізбенен біз басымызға келген қиыншылық бар. Әкеміз қайтыс болған, анамыз қайтыс болған, ағамыз қайтыс болған, ініміз қайтыс болған. Осындай жағдайлар келгенде өмірден түңіліп кетеміз. Енді Алланың елшісі туылмай тұрып әке қайтыс болды. Есім біліп 6 жасына келейін дегенде анасы қайтыс болды. Арқа сүйеп тұрғанда атасы қайтыс болды. Енді ислам діні келгенде сеніп тұрған көкесі қайтыс болды. Ислам діні дамиын деп жатқан уақытта сүйікті әйелі Хадиша анамыз қайтыс болды. Ислам діні дамыған уақытта Мәдина қаласына келгенде Хамза радиаллаху анху қайтыс болды, көкесі. 6 ұрпағы бар еді. Фатима анамыздан басқасы бірден біріне қайтыс болды бастады.
Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabır yetu деген sözdün %100 ақсын берді. Көзінен жас шықты, аузынан жаман сөз шықпады. Көзінен жас шықты, Аллах тағалаға қарсы келіп қоймады. Көзінен жас шықты, пәлен нәрсе істегенде бұған мынандай нәрсе болады деп бір желеу айтпады. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның біздің істеуіміз керек болған сабырды өзінің өмірімен көрсету екен, қадірлі жамағат. Біз де осы мәселелер үшін не істеуіміз керек? Қиыншылық келмейді емес, келеді. Жаңа нәпс пен жүректі айтып өттік. Нәпс пен жүректі ажырататын екі мәселе бар. Біріншісі, нәпс өткінші, бірақ қызық нәрселерге жақын болады. Ал жүрек мәңгілік нәрселерге жақын болады. 5 уақыт намазды, бір күнде 5 уақыт намазды уақытында оқу оңай емес. Кейбір кезде қиналамыз. Бұл қиналған нәрсе біздің иманымыз, немесе жүрегіміз емес, нәпсіміз. 5 минуттан кейін оқы. Кейін оқи саласын. Ар жаққа барып қайт дейміз. Бұл бізге нәпс болып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің нәпсін немен жеңген? Аштықпен. Аштық дегеннен біз диетаны түсінбейік, оразаны түсінейік. Таң намазын оқиды. Таң намазын оқиды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Духа намазын оқиды, үйіне барады. Бүгін жейтін не бар? Алланың елшісі бүгін жейтін құрма, су, немесе кебектен нан бар дейді. Болса жеп алады. Бүгін жейтін ештеңе жоқ. Алланың елшісі деймін болса, олай болса мен оразамын. Біз еркектер үйге барсақ, дайын тамақ дастарханға келмесе, жеңгелерді кішкене қинап қоямыз. Шешелерін істеп аламыз, туғызғандары. Бұл бізге сай тірлік емес екен. Істемей жатырмыз, істеп жатырмыз. Бірақ тәубе етуіміз керек. Жақын уақытта өзімізді дұрыстауымыз керек. Мұсылман екеніміз есімізден шықпау керек. Альхамдулилля, иман еттік. Альхамдулилля, хақ пайғамбардың үмметіміз. Альхамдулилля, жүрегімізбен көзіміз ашық. Аллах тағала сабыр еткен құлдардың қатарынан бізді ете көрсін иншалла. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.